XX ғасырдың басында қазақ халқы қоғамдық саяси өзгерістермен қатар ауқымды рухани жаңғыруларды бастан кешірді. Ұлттық мәдениет пен әдебиеттің, ғылым мен білімнің туын көтерген, жұртшылықтың назарына демократиялық ойлар қалыптастырып, алға ұмтылуға жетелеген зиялы топ құрылды. Халықтың санасына сәуле түсіріп, санасын оятқан осы топтың рухани көсемі Ахмет Байтұрсынұлы еді. Бір ел бір кітап акциясы аясында Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына орай Новосел ауылдық кітапханасы тіл білімінің атасы атты әдебиеттік сағат назарларыңызға ұсынады. Қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері, қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тілі білім мен әдебиетті ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы, Алашорда үкіметінің мүшесі Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылғы қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Ақкөл ауылында дүниеге келген. Табиғатынан зерек әрі талапты бала Ахмет 1882-1884 жылдары көзі ашық ауыл адамдарынан сауат ашып, хат таниды да, кейін жақын маңдағы ауыл мектебінде оқиды. 1886-1891 жылдары Торғай қаласындағы 2 сыныпты орысша қазақша училищеде, 1891-1895 жылдары Орынбордағы мұғалімдер даярлайтын мектепте білім алады. Бұл жылдары ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсариннің үлгісіндегі жұмыс істейтін, игі дәстүрлері мол жаңаша мектептер саны көбейген болатын. Міне, осы тәрізді оқу орындарында оқып, сапалы білім алып шыққан Ахмет Байтұрсынұлы 1895 жылдың 1 шілдесінен бастап өзінің мұғалімдік ұстаздық қызметін бастайды. Мұғалім бола жүріп, ол қоғамдағы болып жатқан құбылыстарға, әлеуметтік өмірге үңіледі. Халыққа білім берудің жолдарын, қазақ тілі мен әдебиетінің мәселелерін зерттеу мүмкіндіктерін қарастырады. Көп кітаптар оқып, өз бетімен ізденеді. Әдебиетпен айналысады, өлең жырларын жазып, ауыз әдебиетінің үлгілерін жинап, оқулықтар мен оқу құралдарын әзірлейді. Өзінің білімімен, ақыл парасатымен ел аузына іліге бастайды. Бостандық аңсаған, күреске үндеген өлеңдер жазады. Соның салдарынан 1910 жылы Қазақстанда тұру құқығынан айырылып, Орынбор қаласына келеді. 1913-1918 жылдары өзі ұйымдастырған Қазақ газетінің редакторы бола жүріп, кең ауқымда әлеуметтік істер атқарады. Газет бетінде халық өмірінің аса күрделі мәселелерін көтереді. Елді оқу білімге, ілгері ұмтылуға шақырады. Кеңес үкіметі тұсындағы әлеуметтік идеология аласапыранының салдарынан 1929 жылы жазықсыз ұсталып, ұзақ уақыт түрме мен лагер азабын тартқан Ахмет 1936 жылы елге қайтып оралғанымен 1937 жылы қайта тұтқындалып, 1938 жылы атылады. Алаш қозғалысының көсемі ретінде халық жауы деп атылған Ахмет Байтұрсынұлының есімі де, шығармалары да көпке дейін жұртшылық үшін жарық болды. Тек тәуелсіз Қазақстан жағдайында ғана ақынның шығармалары жарық көрді, мұралары зерттеле бастады. 1988 жылы ақталғаннан кейін Ахмет Байтұрсынұлының шығармаларының жинағы Ақ жол кітабы жарық көрді. Ахмет Байтұрсынұлы шығармашылық жұмысын өлең жазудан бастаған. Онда ол еңбекші халықтың ауыр халін, арман тілегін, мұқтажын көрсетіп, жұртшылықты оқуға, білім ғылымға, рухани биіктікке, адамгершілікке, мәдениетті көтеруге, еңбек етуге шақырады. Патшалық Ресейдің қанаушылық, отаршылдық саясатын, шенді шекпендінің алдында құлдық ұрған шенеуліктердің опасыздығын сынады. Ақынның алғашқы өлеңдері 40 мысал атты аударма жинағында 1909 жылы Санкт-Петербургте жарық көрді. Бұл кітап арқылы қалың ұйқыда жатқан қараңғы елге жар салып, олардың ой санасын оятуға бар жігер қайратын, білімін жұмсайды.
Ақын әрбір аудармасының соңында өзінің негізгі ойын айтайын деген түйінді мәселесін халқымыздың сол кездегі тұрмыс тіршілігіне, мінезіне, психологиясына сәйкес қосып отырған. Ахмет Байтұрсынұлының екінші кітабы «Маса». Бұл кітапта енген өлеңдерінде ақын қараңғылық, надандық, шаруаға еншар, кәсіпке марғаулық сияқты кемшіліктерді сынады. Көптеген өлеңдері сол кездегі ағартушылық бағытпен үндес болды. Ол Шоқан, Абай, Ыбырай қалыптастырған дәстүрлерді, гуманистік, демократиялық бағыттағы өрісті ойларды өзінше жалғастырушы ретінде көрінді. Қоршаған ортаға ойлана, соның көзімен қарайды, оған қалпына көңілі толмайды. Қазақ салты, қазақ қалпы, досыма хат, жиған терген, тілек батам, жауға түскен жан сөзі, бақ, тағы басқа өлеңдерінің мазмұны осыны танытады. Кітаптың ішкі сазы мен ою-өрнек сөз орамы қазақ поэзиясы сәл өзіндік жаңалық, ерекше өзгеріс әкеліп отыр.